Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының спартакиадасы биыл 7-ші рет ұйымдастырылып, спорттың 11 түрінен үздіктер анықталды. Алаң иелері Павлодар мұнай-химия зауыты құрамасы жарыста топ жарды. Виталий Гайдаенко мен арқан тарту ұжымы еншісінде қола медальдер. Ольга Деревягина, Наталья Берсенева мен волейбол құрамасы вице-чемпиондар атанса, Владислав Бадылевский мен Айнаш Тасболатова дүбірлі доданың жеңімпаздары атанды. Бізде спортты дамытудың жоғары деңгейі таңғалдырады. Спорт нысандарының ұйымдастыру деңгейі керемет. Барлық қонақтар әріптестерімнің көңілінен шығып жатыр. Финалда ойнап жаңа өкінішке орай екінші орын алдық. Енді екінші орынның өзі жақсы деп ойлаймын, менің ойымша. Өйткені мына компания 28-27 командадан тұратын компания үлкен Қазмұнайгаз. Павлодарда спартакиада қатысушыларының рекордты көрсеткіші тіркелді. Қазмұнайгаз қарамағындағы 27 ұйымнан 600-ден аса қызметкер бағын сынады. Бұл мұнай саласы қызметкерлерінің өзара байланысын нығайтып, рухты көтеруге жағымды әсер етті. Барлық жеңімпаздар Самұрық-қазынаның спартакиадасына жолдама алды. Тархан Бекешев, Елена Белоградова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы.